Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы тарихта аты қалған тұлғалар деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау. Көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Сіздердің меңгеретіндеріңіз: мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Оқушылар, жаңа сабағымызға бір қадам жасау мақсатында ұсынылған сұрақтар аясында ой жүгіртіп көрейік. Тұлға дегеніміз кім? Осы биік азаматтық мәртебеге, халықтық бағаға кімдер, қандай істері арқылы лайық болған? Оқушылар, ұсынылған сұрақтың аясында толығырақ ақпарат алу үшін мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырыңыздар. Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған, жұртының амандығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ тарихының тұлғалары ұлт тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Ең алдымен тұлға деген ұғым тарихи өлшем. Яғни, тарихи тұрғыдан ел, халық үшін орасан зор, тарихи мәні терең, іс-әрекетке барған, немесе аса жауапты тарихи сәттерде халық тағдырында айрықша орын болған адамға халықтың өзі осындай бағаны беріп отырған. Міне, қазақ тарихының белесінде осындай орасан зор халықтың мәні бар тарихи оқиғаларға араласқан, немесе осы тарихи оқиғаларды басқарған, ұйымдастырушы болған, асқан ерлік көрсеткен тұлғалар халықтың тұғырлы тұлғасына айналып отырған. Қазақ жерінің бір сүйемі де осылардың арқасында жаудың қолында кетпей, асқақ тарихымызды, намысымызды қолдан бермей, мәдениетінде, тілінде, қай жағынан болмасын қазақ тарихында мәңгі өшпей қала бермек. Тоныкөк, Күлтегін, Білге Қаған, Қорқыт, Қайырхан, Бейбарыс Сұлтан, Асанқайғы Сәбитұлы, тағы да басқа дана тұлғаларымызбен жалғаса келе, ұлы хандарымыз Тәуке хан, Керей хан, Жәнібек хан, Қасым хан, Әбілқайыр хан, Абылай хан сияқты тағы да басқа тарихтың таразысынан ойып тұрып орын алатын тарихи тұлғаларымызбен бере келе қоғам қайраткерлері: Әлихан Бөкейханов, Мұхамеджан Тынышпаев, Тұрар Рысқұлов, Мұстафа Шоқай, Темірбек Жүргенов, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев сияқты тағы да басқа қоғам қайраткерлері, оқу ағартушылардан: Әбу Насыр Әл-Фараби, Шохан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы сынды ағартушыларымыз бен шешендеріміз бен жырауларымыз, ақын жазушыларымыздан: Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабаев, Мұхтар Әуезов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, тағы да басқа ақын жазушыларымызбен қатар сазгер сал серлерімізден: Сегіз сері Біржансал Қожағұлұлы, Ақан сері Қорамсаұлы, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, тағы да басқа сал серлерімізбен қатар ел қорғаған батырларымыз: Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай батырларымыз: Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, бері келе Амангелді Иманов, Бауыржан Момышұлы, Мәншік Мәметова, Әлия Молдағұлова сияқты тағы да басқа батыр, ер жүрек осындай тарихи тұлғаларымыз қазақ тарихының өшпес қайнар көзі. Ел тарихын әйгілі тұлғалар арқылы зерделеу қазақтың дәстүрлі таным түсінігіне ертеден қалыптасқан үрдіс. Оқушылар, ұсынылған суреттерге зер сала отырып, кестені толтырып көрейік.
Жарайсыңдар оқушылар, тұлғалар туралы қаншалықты ақпарат білетінімізді тексеріп көрейік. Оқушылар, сабағымызды тәжірибелік тапсырмамен жалғастырамыз. Оқушылар, берілген сөздерді төмендегі кестеге түсіріп көрейік. Тарихи сөздер, архаизмдер, дисфемизмдер, эвфемизмдер. Дұрыс ақпаратты анықтап көр. Бүгінгі сабағымызда тарихи тұлғалар туралы ұғым қалыптастырдық. Көнерген сөздердің түрлері мен дисфемизм, эвфемизм сөздерді есімізге түсірдік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.